Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы HTML атрибуттары мен тегтері. Сабағымыздың жоспары HTML мәтінді белгілеу тілі, жұпты, жұпсыз тегтер, тегтер тобы. HTML тілін, яғни гипермәтінді тілді біз адамның құрылысы, скелеті ретінде алуымызға болады. HTML тілінде қолданатын командаларды тег деп атаймыз. HTML тіліндегі тегтер екі топқа бөлінеді: жұпты, жұпсыз. Жұпты тегтер дегеніміз бір тег ашылса, келесі тег оны жабады. Мысалы, мен сайт ашқым келеді деген сөзді біз міндетті түрде тегтердің арасына жазуымыз керек, ашық және жабық тегтердің арасына. Тегтер жоғары деңгейлі тегтер, құжат тақырыптарының тегтері, блоктық элементтер, сызықты элементтер. Тегтер жоғары деңгейлі тегтер, құжат тақырыптарының тегтері, блоктық элементтер, сызықты элементтер, универсалды элементтер, тізімдер, кестелер, фрейм, семантикалық белгілер болып бөлінеді. Осы тегтердің барлығын жатқа білсек, біз HTML гипермәтінді тілін білеміз деп нақты айта алатын боламыз. HTML тегтерін 80-20 ережесі арқылы білуіміз қажет. Жоғары деңгейлі тегтер адамның құрылысы ретінде алсақ болады. Head дегеніміз басы, body дегеніміз денесі деген мағынаны білдіреді. Құжат тақырыптарының тегтері title, meta. Ол дегеніміз title, яғни сіздің сайтыңыздың аты, ал meta тег дегеніміз сіз сайтқа запрос жібердіңіз, ал ол сайтта қандай мәліметтер жазылған, соның барлығын бізге көрсетіп беретін тегтер. Осы тегтердің арасына біз қысқаша мәліметтерді жазып қоятын боламыз. Блоктық элементтер h1, div, p, pre, hr деген тегтер арқылы жазылады. Оны мысал ретінде жазып көрсететін болсақ, яғни көп тұрғаныңыздар мысалда ренессанс деген сөзді 6 түрлі өлшемде жазған, оны h1 тег арқылы жазамыз, ал мына сызықты hr, бұл ренессанс студия знающая сайтах все и даже больше дегенді p тег арқылы, және де pre деген тегіміз, біз кодты қалай жазсақ, сол түрінде, сол ешқандай өзгеріссіз бізге браузерге шығарып береді. Ал енді оны практикалық жүзінде жүзеге асыратын болсақ, біз ең бірінші файлды құрып аламыз. Блокнотта құрамыз. Index.html деп атауын береміз. Міндетті түрде index.html болу керек сіздің ең бірінші құрылған файлыңыз. Өзгерттік. Оны Sublime текстте немесе Notepad++, болмаса қарапайым блокнотта жазсақ болады. Бірақ біз Sublime текстте жазамыз, себебі алдыңғы сабақта айтқанымдай, Sublime текстте бізге көмекші плагиндер өте қолайлы жұмыс істейді. Мысалы қараңыздар, егер де мен HTML деп жазсам, плагиндер маған автоматты түрде маған керекті кодтың құрылысын жазып көрсетеді. Және де Renaissance блокнотқа алдын ала сөздер жазып қойған болатынмын, уақытты үнемдеу мақсатында. Ары қарай h1 өлшемі. h1 дегеніміз ең үлкен өлшем. Ары қарай h2, h3, h4, h5, h6 деп кете береді. Алтысы соңғы тег кішкентай өлшемді көрсетеді. h2, h3, h4, h5, h6. Сақтаймыз. Сақтағанда файл save деп сақтасаңыздар болады, немесе Ctrl+S. Браузерді обновить етіп көрейік. Renaissance сөзіміз шығып тұр. Ары қарай мысал бойынша бізде мәтін берілген. Ол мәтінді жазатын болсақ, біз жай ғана құр өзін жазып қоя салмаймыз. Браузер оқи алу үшін, біздің не жазғанымызды түсіну үшін міндетті түрде тегтің арасына жазамыз. Ол p деген тег абзацты білдіреді.
Сақтайық, Ctrl+S. Мінекей, браузер оны түсініп, бізге экранға шығарып берді. Келесі сызық. Сызықты біз HR тег арқылы жазамыз. Ctrl+S. Браузерде көрейік. Сызығымыз шықты. Келесі press деген тег. Біз кодты қалай жазсақ, тура сол қалыпта бізге шығарып береді. Қараңыздар, мен аста-аста түсіп жаздым сөздерді. Енді сақтаймын, Ctrl+S. Қалай Sublime Textке жаздым сөздерді, сол күйінше маған экранға шығарып берді. Келесі сызықтық элементтер. Оған қандай тегтер жатады? Оған BR, M, Big, Small деген тегтер жатады. Мысалда көрейік. Шалтай-балтай, сидел на стене, шалтай-болтал, свалился во сне деген сөзді сызықтық тегтерді қолдану арқылы браузерде шығарып көрейік. Сөздерді жазған кезде body тегін ортасына жазамыз. Ол бізде денесі. Ары қарай P, яғни қандай да мәтін жазған кезде қолданамыз. P деген тегіміз бар. Ол бізде жирный ғып көрсетіп тұр, мысалдағыдай. Жирный ретінде шығарып беретін. Одан кейін big. Басқа сөздерге қарағанда біздің шалтай-балтай деген сөзіміз үлкен өлшемде тұр. Сақтаймыз. Браузерде ашып көрейік. Мінекей, сөзіміз шықты. Келесі сөз. Сидел дегеніміз бізде курсивный болып тұр. Ары қарай P деген тегтің арасына жазатын боламыз. Және де жаңа жолдан жазылған. Жаңа жолды BR тегі арқылы жазамыз. M дегеніміз курсив. Сидел деген ғана сөзі керек бізге. Қалған сөзді M-нен кейінгі жолда жазамыз. Қараңыз, енді сақтап көрейік. Браузерді ашайық. Сидел деген сөзіміз курсивный болып тұр, және шалтай-балтайға қарағанда ол өзінің автоматты өлшемінде. Автоматты түрдегі өлшемінде. Үлкен де емес, кіші де емес. Келесі шалтай-балтай деген сөзіміз бізде басқа сөздерге қарағанда кіші болып тұр. Оны жазатын болсақ, жаңа жолдан BR тегі көмектеседі. Және де small. Сақтаймыз. Көрдіңіздер ме? Кішкентай қылдырып шығарып берді экранға. Ары қарай свалился во сне дәл осы тегтей, осы жолдағы кодтағыдай, бірақ сөздерін ғана ауыстыра саламыз. M дегеніміз бізде курсивный қылдырып шығарады экранға. Сақтаймыз. Браузерді ашамыз. Мінекей, дәл біздің мысалы блоктық элементтер мен сызықтық элементтердің бір-бірден айырмашылығы, блоктық элементтер өзіне қажетті бүкіл орнын алады, ал сызықтық элементтер ені мәтіннің мазмұнына байланысты өзгереді. Блоктық элементтер биіктігі мәтіннің мазмұнына байланысты өзгерсе, сызықтық элементтер де дәл солай биіктігі мәтіннің мазмұнына байланысты өзгереді.
Блоктық элементтер әрбір жаңа элемент жаңа жолдан басталса, сызықтық элементтер бір ғана жолды алады. Басқа блоктық элементтердің ішіне жазыла береді блоктық элементтер, ал сызықтық элементтер басқа блоктық және сызықтық элементтердің арасына жазыла береді. Блоктық элементтер сызықтық элементтің ішіне жазылмайды. Үй тапсырмасы экранда көрсетіп тұрғандай, экранға сурет шығару керек, және де рецепттің құрамын, сызық, осы бүгінгі сабақта өткен тектерді қолданып, үй тапсырмасын орындаңыздар, және де орындаған болсаңыздар комментарий астына қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.